Бір адамды әр маман әртүрлі қырынан таниды. Мен нумеролог ретінде адамдарды туған күні арқылы танимын. Ал бүгін мен мыңнан аса баламен жұмыс істейтін маманның тәжірибесін тыңдағым келеді. Себебі кез келген адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуы балалық шақтан бастау алады. Сұхбат барысында туындаған сұрақтарыңызды комментарийға жаза отырыңыздар. Ал бүгін бізде сұхбатта педагогика саласында көп жылдық тәжірибесі бар бала үні жобасының авторы Гүлшат Зайытқызы. Жалпы бұл идея маған қайдан келді? Астана қаласына ең бірінші көшіп келген кезде мен мектепке мұғалім болып тұрдым. Шамалы уақыттардан кейін тәрбие саласына кеттім. Яғни директордың тәрбиешінің орынбасары. Бұл өзінің қиындығы мен қызығы мол жұмыс. Мектептегі бар баланың тәрбиесіне жауап бересің. Осы жолда жаңағы ата-аналармен күнделікті жалпы қоғаммен байланысты жұмыс жасауым керек. Сондай бір қым-қуат өмірдің ішіне кіріп кеттім. Шынымды айтайын, тіпті балама қарауға менің уақытымда болған жоқ. Астана қаласына көшіп келген кезде біз бір бөлмелі пәтерде тұрдық. Ол студия болды. Бір күні мектептен үйге келсем, балам гармон тартып отыр екен. Менің әлі күнге дейін өзімдің мынау қателігімді білем. Бірінші қойған сұрағым, мына гармонды қайдан алдың дедім. Адамға бірінші жаман ой келеді. Баланың тартып отқан дүниесіне, яғни өзінің жаңағы өнеріне мен көз жұмдым. Бірінші орында қайдан, өйткені осы уақытқа дейін мен балаға көңіл бөле алмай қалдым. Мен жоқта балам бірдемен білдіріп қойған жоқ па деген сияқты сұрақ. Балам шәмшінің әндерін тартып отыр екен. Арзан ақшаға сатып алдым деді, барып интернет желісі арқылы самоучка дейді ғой, өзі үйренген, тартып отыр екен. Жарайды, жақсы, үйрене берсін дедім, сонымен қойдым. Тағы бір күні мен жұмыстан ертерек келдім, тамақ пісіріп тұр едім. Бір кезде гитарамен ән айтып отқан баламның дауысын естідім. Бұрылып қарадым да айттым, ұлан, дауысың қалай керемет сенің деп. Сол кезде баламның маған берген жауабы, осы уақытқа дейін мені бір ойлантатындай жағдай қалып кетті. Балам айтады маған, мама, мен күнде гитарамен ән айтып жүрмін ғой деп. Сонда мен тамақ пісіріп тұрғанда да тіпті ойымның барлығы ертең мектепке барғанда анау ата-ана келеді, онымен қандай жұмыс жасауым керек, анау жаңағы жобаға балаларды кімді қатыстырсақ, мына конкурсқа қалай қатыстырсақ. То есть бүкіл миыммен, санаммен, жан жүрегіммен ана жаққа қарай кетіп қалдым да. Я неге айтыптым бір бөлмелі бөлмеде үйде деп. Анау баламның қоңыр әдемі дауысын тек қана бір моментте, өйткені сол күні мен ертерек келдім жұмыстан, сол күні қарап артыма қарауға мүмкіндігім болды. Бұған арада 10 жылдан аса уақыт өтіп кетті. Баламның потенциалын мен аша алмадым. Яғни қасыңызда жүрген балаңызды байқай алмадым. Тыңдадым, но мен баламды естіген емеспін. Естіген емес пе екен? Баламның үнін мен естіген жоқпын, не айтқысы келген. Мінекей, ештен кеш жақсы дейді ғой. Қазірде міне бала тәрбиесінде мен жүрмін. Сондықтан да осы мен бұл үлкен қателігім. Бұл маған бір өмірлік сабақ болды. Менің қателігім өзіме сабақ болды. Ештен кеш жақсы деп, арада 10 жыл өтіп кетсе де, енді осы бет бұрып баламның бойындағы барлық шығармашылықтарға өзім септігімді тигізіп, көмегімді тигізіп, мінекей қазір осындай жағдайлар болып жатыр. Мына бала үні жобасында мен ата-аналарға осы сұрақты мен жиі қоямын. Балаңызды естисіз бе, жоқ әлде тыңдайсыз ба? Бұл екеуі біле білген адамға екі түрлі сұрақ. Мінекей осындай тәжірибе арқылы келді. Жоба ата-аналарға да өте ұнайды. Үлкен жаңағы кездесіп тұрамыз, балаларға да өте ұнайды. Өзінің мүмкіндігін, өзінің ойларын айтуға мүмкіндік береді. Бұл бала үні жобасында әр топтағы балалар қатысады. Мысалы, орта буын, бастауыш сыныптың 4-ші кластың балалары, орта буынның 6-ші, 7-ші кластың балалары, неге жаңа өтпелі кезеңде тұрған, және жоғарғы сыныптың балалары қатысады. Балалар отырғаннан кейін барып, ата-аналардың алдын ала мен бір күн шақырып балаларға айтам. Оқушылар, ертең ата-аналар келеді. Ойларыңды айтып қалыңдар. 2,5 мың баланың ішінде саған мүмкіндік беріліп тұр ойыңды айтуға, ашып айтуға.
ешкім мүмкін сен ата анаңды естімей жатқан шығар, таңертеңнен кешке дейін жұмыста сенің жаңағы не қажет екеніңді ол мүмкіндігі болмай жатыр баланы сіздерді естуге. Сондықтан да бар мүмкіндіктеріңді салып, ешқашан қарама қарсы қойып қоймаймын. Жақсы көрсең жақсы көретіндігіңді айт. Жақсы көреді ғой әрине. Өзіңнің сүйіспеншілігіңді айт. Өзіңнің қандай мүмкіндіктерің бар, немесе сәл көңілге қаяу түсіретін мынандай бір ойларыңыз бар ма, осының бәрін ашып айт деймін. Балалар айтады өз кезегінде. Сонда жаңағы ата-аналар осының бәрін қабылдайды, тыңдайды, көздеріне жас алады. Үйдің үлкендері жаңағы үйдің үлкенінің керемет болғандығын айтады. Бір кезде тіпті олардың жаңағы үйдің тіршілігіне салынып, жаңағы кішілердің бәрін соған тапсырып қойғанын, бос уақыттың болмай қалғанын айтады. Бір баланың тіпті айтқаны бар, менің балалығым өліп қалған сияқты дейді. Өйткені жаңағы маған үлкен адам есебінде қарайды. Ана кішкентайларға әке-шешеміз келгенде тәтті бірдемелерді беріп жатады да, маған үлкен деп қарап, сонда қарап тұрамын дейді, маған да әкеле салсақ қайтеді екен деген сияқты, иә. Мінекей бұл да баланың жаңағы ары қарай өсуіне бір әсер тигізуі мүмкін. Екінші ортаншылары, үйдің ортаншылары, тіпті оларға бір адамның махаббат жетпей қалған сияқты, көрінбей қалған сияқты, сондай мінекей. Сонда жаңағы ата-ана қарап отырады, балаға, ортаншы балаға қалай подход жасау керек деп. Өзі мынау мектептерде қарап отырсаң, көбіне бұзықтық жасайтын үйдің ортаншы балалары, потому что внимание дейді, жетпей қалған. Сонда әлгі бір бала айтады маған, бір баламен сөйлесіп отырмын, үйдің ортаншы баласы, неге сен осы көзге түсіп жаңағындай осындай әп-әдемі баласың, сабағың бәрі жақсы, көзге түсіп қайта осылай тәртіпсіздік бұзып менің алдыма келе бересің, не болды десем. Сонда анау бала айтады маған, апай сіз білесіз бе дейді, мен тәртіпсіздік бұзған күні бүкіл внимание ауылдағы атам да звондап өзінің маған ақылын айтып жатады дейді. Жаңағы әпкем де ұрсып жатады, бәрі ұрсып, сол кезде менен асқан бақытты адам болмай қалады деп жатады. Кішілері үйдің қандай кіші болғанын айтып жатады деген сияқты. Осы идея осылай туды. Психологияда солай ғой, бала өзіне жеткілікті дәрежеде көңіл бөлінбесе, онда оны солай теріс әрекеттер арқылы да ата-анасының көңіл бөлісіне тартады екен. Сонда бұл жоба, Гүлшат Саитқызы, сіз балаларға өзінің ішінде ата-аналарына айта алмай жүрген үнін жеткізсе екен дегенді алдыңызға мақсат етіп қойып отырсыз ғой. Ата-ана да баладан сабақ алу керек. Мен осы жерде мүлт кеткен екенмін ғой, баламның осындай ойы болуы мүмкін ғой деп. Бала мысалы үйде ашылмауы мүмкін, анау ортада балалар бастап ашылып жатқан кезде басқа тыңнан ой келіп қалады балаға. Кейбіреулер жылап тұрып айтып жатады жаңағы ішкі дүниелерін, біреулер жаңағы өздерінің махаббатын айтып жатады, жаңағы көпшіліктің көзінше қуанып осындай деген сияқты. Содан кейін жаңағы балалар хат жазады ата-анаға. Бірақ ол жерде мен ата-анаға айтамын, бұл жерде баланың жаңағы аты жөнін көрсетілмеген, әрқайсыңыз менің балам айтып отыр екен деп айтыңыз деп. Сонда бір күні бір қызық жағдай болды. Осы бала үні өтті да, кезекті бала үні өтіп, үйге кетіп бара жатқан менің жаңа бір мұғалім звондайды. Ата-ана бағана баласы хат жазған екен, 7-ші класс оқитын. Сол хатты берсін деп жатыр. Бер, қазір барам мектепке деп жатыр деп. Мен айтамын, біріншіден мектепке кетіп қалдық, екіншіден ол баланың хатын ата-анаға мен қолына ұстатпаймын дедім. Өйткені ол жасырын түрде конфиденциальный балаларға біз айттық қой. Онда біз оның несі қалды, онда баланың жаңағы жазған хатын ата-анасы оқып қойса, ертең келсін дедім. Сосын ертеңіне ата-ана келді, агрессивно тұр екен. Не істейсіз дедім, көрсетем күйеуіме деді. Балам енді шет жағасын айтты, не жазғанын маған, беріңіз. Сосын мен айттым, бермеймін дедім. Өзі 7-ші класстардан 5 бала қатысқан, мына хаттарды оқиын дедім сізге. Өзіңіз тауып алыңыз дедім. Именно 7-ші класстың хаттарын оқыған жоқпын. Араластырып оқыдым. 1-2 хатты оқығаннан кейін айтты, мынау менің балам деп. Маған беріңіз мынау хатты. Бірден өзі. Да, бала былай деп жазыпты. Таңертең болсын, кешке болсын, ата-анам бір-бірімен ұрсысып та жатады. Мен үшін ұрсып жатқан сияқты болады кейде деп. Көңіл күйім бәрі түсіп кетеді деп. Бұрын біз ескі үйде тұрған кезде олар 15 рет ұрсатын. Енді жаңа үйге көшіп келгенде олар 35-тен асып кетті, солай ұрсатын болды деп. Мен бұл хат не істейсіз? Күйеуіме көрсетемін дейді. Көрсетмей айтамын, сіз сонда күйеуіңізге жаңағы баланы пайдаланып осындай дүние көрсетейін деп тұрсыз ғой. Күйеуіңізге міне көрдің ба деген сияқты. Одан бала жақсы болып кете ме? Ол ұрыстың ары сіз бала неге осылай жазды деп керісінше көңіл бөліп күйеуіңізге осылай айтып отыр екен, біз балаға осындай жағдайға дейін жеткіздік қой, кел бірге жаңағы кемшін түсін толтырайық деп солай айтуымыз керек қой деп.
ата ана содан кейін барып түсінді. Мектепке алтынай жылылық іздеп келетін балалар бар кейде. Сонда Гүлшат Саидқызы, сіз осы хат арқылы әрбір семьяның өзінің ішінде ата-аналардың арасындағы қарым-қатынаста болып жатқан кемшіліктерді өзіне көрсетіп отырсыз. Оны да көрсетіп, бала айтады ғой енді, балалар арқылы. Содан кейін жаңағы психологтар бәрі қатысып қарап отырады осының барлықтарына. Именно жаңа біледі ғой, мысалы бір класстан, допустим, 7-ші А классының баласы хат жазды десек, именно сол баламен емес, сол класспен барып жұмыс жасайды, сыныппен барып жұмыс жасайды. Кейбір балалар өзін бірден белсенді көрсетіп, көшбасшылық қабілетін көрсете алады да, ал кейбірі қаншалықты бала қабілетті бола тұрса да ашыла алмайды. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Өте орынды сұрақ. Айтайын дегенім, әр балаға подход әртүрлі болады, қадам. Бір балалар өте ашық болады, қабылдауы да әртүрлі болады балалардың. Бір балалар жаңағы тұйықталып кеткен болады, тұйық жабылып қалған бала. Бірақ оның жаңағы сабағы барлығы жақсы. Бірақ осының барлығын ашып айта алмайды. То есть ортаға бейімделе алмайды. Бұндай жағдайда мұғалімнің ықпалы қандай, жалпы педагогтың ықпалы қандай? Осындай сұраққа мен жауап беретін болсам, біріншіден ол тұйықталып қалған баламен жеке жұмыстан бастау керек. Баланың ата-анасымен сөйлесу керек біріншіден, ата-анамен екі жақты жұмыс жасаған абзал бұл жерде. Тұйықталу сыры неде баланың? Тұйықталып қалған бала ол қабілетсіз бала деген емес, оның бойында стержен тұр, қабілеті барлығы тұр. Сондықтан да жаңағы баланың жақсы не нәрсеге бейім психолог арқылы осы жағын тауып алуға болады. Мектепке келген кезде әр ата-ана жаңа психологқа баруға, баламды рұқсатымды берем деген сияқты өздерінің қағаздарын береді ғой. Мінекей психологтар балалармен жұмыс жасаған кезде жаңағы тұйық баланың именно сабағын жақсы оқиды, мұғалім түртсе ғана орнынан тұрып барлық сұрақтарға жауап береді, барып есепті шығарып келеді, орнына келді, отырды, бітті. Бірақ тұйық ойын ештемесін ашып айтпайды. Ішінде баланың қандай дүние болып жатқан, то есть біз білмейміз. Бала ашыла алмай қалады. Бала мектеп бітіргенше осындай тұйық қалпында кетсе, ол жаңағы оның өміріне де келешекте керісінше жаңағындай көлеңкелі тұстар көп болуы мүмкін. Баланың бойында не нәрсеге қызығушылығы бар, сол жағын тауып алу керек. Яғни ата-ана егер байқай алмай жатса, баланың қабілетін, уақыты болмай жатса, қазір енді көптеген ата-аналар жұмыстасты ғой, ұстаз оны байқап аша ала ма? Өйткені ол тұтас баланың әлеуетінде көре алу керек, мұғалім әлеуетінде. Сосын не нәрсеге қабілетті, сол қабілетті жағын ұстап алып, психологтармен жұмыс жасау арқылы да, сонымен жаңағы жеке сұхбат түрінде сенің осы мына жерің керемет осы жер. Сен бар ғой, эссе жазған кезде сыртынан қарап отырамын, кейін эсселеріңді оқыған кезде сенен керемет журналист шығатын сияқты, ондай балалар да болады ғой. Мынау айта алмайды да, бірақ ішкі дүниесінің барлығын, ана оқып тұр ғой бала, ішкі дүниесінің барлығын жаңағындай мына қағаз бетіне түсіріп жатады сол бала. Мен керемет бір сондай бір өзіме ой түйіп қалдым сенің осы. Сенен бір журналист шығатын сияқты сенен балаларға оқып берсем қалай осы жеріңді? Бала кейде қарсы болуы мүмкін, ұялып ақырын сосын көрсетпей анасына, атасына жіберіп осыны қараңызшы осы жерден баламен сөйлесіп көріңізші осы баланы ары қарай деген сияқты. Сіздер сонда ата-анамен осылай тығыз байланыста жұмыс жасайсыздар ғой. Бірте бірте сосын мынау тұйықтықтан шығаруға болады. Өйткені ода стержен тұр балада, қабілет тұр, есептің барлығын шығарып беріп тұр. Бірақ оған тұйықталып қалған дүниеге ол отбасындағы енді ата-аналар ренжімесін, бірақ болады ғой өмір болғаннан кейін. Кейде жаңа баланың бірақ нәрседе жеткілікті өмір бойы тұйықталып қалуына. Бір ғана әсер ететін, ой, сен адам болмайсың бала кезінде. Аузың жап, сен адам болмайсың. Ей, отыршы тыныш сен. Сенсіз де мен білем. Немесе отбасындағы кикілжіңді әсер етуі мүмкін. Бала айта алмайды. Сосын бұндай тұйықтап қалатын жерлерде мен қанша өмірлік тәжірибемде көріп жүрмін да, мынау отбасындағы ажырасулар балаға өте үлкен стресс, бала сөйлей алмай қалады. Неге? Біріншіден ол бала жас, әкесіне айта алмайды. Неге бізді тастап кетіп бара жатсың? Ашық айтпайды. Жылайды, бітті. Ол жылау мына жерге келіп қамап болып тұрып қалды, бітті. Не шешесіне айта алмайды, әкемді ұстап қалмайсың ба? Қажет қой ол бізге деп айта алмайды. Ата-ана да тіпті балаға да қарамайды. Олар бір-бірімен жаңағындай кикілжің баланы ұмытып кетеді. Ол балаға өмірлік жаңағы түйткіл болып кетеді.
осы сұрақпен шамалы әртүрлі сұрақтары екі ата ана келді. Сонда екеуіне сұрақ қойдым, екеуі де толық емес отбасы екен. Келесі жылы мұғалімдеріңізге айтыңызшы, балам агрессивный болып кетті деді. Осы үйде әдесе мәдет маған. Мектепте де классымен ешқайда театрға да барғысы келмейді, ешқайда да барғысы келмейді. Сосын мұғалімдер ұрсады. Содан кейін мұғалімдер әбден баламды осы жаңағыдай тиісіп, осы күн көрсетпейтін болды, балам агрессивный болып кетті деп. Сосын мен сұрадым, толық отбасы ма? Енді қандай жағдай әсер етті деген сияқты. Сосын мен айттым, балаға біріншіден отбасының екі бөлініп кетуі ол біріншіден қатты әсер етеді. Жаңағы мен айтып отқан дүниелерімді айта алмайды, неге әке кетіп бара жатсың, неге әкем ұстап қалмадың деп сіздерге айта алмайды. Жылап, ол мына жерде комок болып тұр. Содан кейін бала түсінбейді әрі қарай не істеу керек екен. Қоғамның бір төмен бөлшегі болып санап қалды өзінде. Содан кейін жаңағы бала ақырын жаңағы өзінің ашуын бірінші кімге көрсетеді? Жанында жүрген сізге көрсетеді, әдесе мәдеп. Бауырларына көрсетеді, ұрып жібереді, соғып жібереді деген сияқты. Мектепте класс жетекшісіне көрсетеді, мұғалімдеріне көрсетеді. Қызық емес оған ештеме. Бүкіл қоғам оған қарсы тұрған сияқты болып тұрады. Сондай көңіл күйген келген балаға қалай сіз сабақ бересіз, білім бересіз? Ол бала қабылдап тұрған жоқ. Сондықтан да осы жерде жаңа баламен жеке жұмыс жасау арқылы потенциалын ашу керек. Өмірдің бұнымен де тоқтап қалмауын деген сияқты осындай мотивация беру арқылы. Әрине әкесі мен шешесін біз қоса алмаймыз ғой. Сонда мен ата-анаға айтқаным, әйел адам арқылы беріледі энергия балаға. Өйткені бала бізді жүрегімізді, біздің ішімізде жүрегімізді, біздің жаңа құрсағымызда жатқанда жүрегімізді астынан көрді. Біз егер осы жаңағындай ол қиын болады, анау бірдеме орнық болады деп жатсақ, ол балаға солай әсер етуі мүмкін. Ашық, жалғыз басты аналарда көп қой қазір қоғамда. Осы үйдің жаңағы тұтқасын ұстайтын енді сенсің, бауырларыңа серік. Әкесін де ешқашан жамандамау керек. Әкеңнің осы бір жақсы қасиет саған берілген деп отырсың, ол баладан адам өте керемет жақсы адам шығады, бала шығады ертең. Әкесін мақтан тұтады. Атасы мен анасының екеуінің махаббатынан келген жоқ па бала? Керісінше жаңағында әкең оңбаған, кетті да қалды басқа семьяға. Өзінің баласын нетпей жатпесе, ол өзінің баласын асырай алмай жүріп, басқада несі бар деп айта берсе, ол баланың мынау бүкіл өшпенділік, ол өшпенділік әкесіне деген өшпенділік емес, сізге де оның ықпалы тие бастайды. Егер ақырын баланың жұдырығы жұмыла береді, мынау жұмылдырып қатты жұмылып қалған кезде, оған даже психотерапевттің де жаңа көмегі болмай қалуы мүмкін. Ата-ана, әке мен шеше өзінің арасындағы түсініспеушілікті, өзінің арасындағы кикілжіңді, яғни ол кикілжің олардың арасында қалу керек, ол балаға әсер етпеу керек. Бұл жерде үлкендердің өзімен жұмыс істеу керек болып тұр ғой, сонда бірінші кезекте ата-анамен. Енді Алтынай, осы жерде мынандай сұрақ туындайды мысалы, ал үлкендер не істеу керек деген сияқты. Неге үлкендер, мына бала үндеген тек қана балаға ғана қатысты емес, қазір көзі ашық ата-ана кәсіби деңгейдегі, жоғарғы деңгейдегі психологтардың өздері іздеп алып барады. Немесе көзі ашық ата-ана өздері бірге барады. Баласына жан ашып, әрі қарай жаңағыдай осы отбасының іргесін бірге қалаймыз деген ата-ана өздері барып, өздерін жағып барып отырады. Мынау детская травма дейді ғой, жас кезінде көбіне жаңағы мен ата-аналармен сөйлесіп отырмын ғой, әкелерінде. Әкесі де жаңағыдай басқа отбасы асырап алған деген сияқты, немесе ата мен әже емес, енді ата мен әженің тәрбиесінде де бәрі бірге тұрды ғой ертеректе, ол бір бөлек. Туыстар баяғыда болды ғой, анау үлкенді қайнағымның жаңа баласы болмады да, бауырына осы баланы басып бердік деген сияқты. Сонда, допустим, осындай бір оқиғаны алайықшы, бауырына басып бердік. Ертең өсе келе, одан сұрақ туындауы мүмкін. Неге біздің отбасымызда 7 бала болды, анау 6-ның біреуін бермей, мені. Бірақ ол сұрақты ол ешқашан қойған жоқ. Реніште болды бір жағынан. Анау отбасы, асырабаған отбасыда оны ренжіткен жоқ шығар. Бірақ аналар бір-бірімен достасып, күнде қаншама үлкен жаңа бір-бірлерімен осындай сырттан қарап тұрып қалады да, енді өсе келе отбасы болған кезде мынау детская травмада іштегіненің барлығы уже үні шықпай қалды. То есть сол кезде баланың үні шықпады. Осы кеңестер тұсында да солай болды ғой. Солай әке-шешеміз айтты ма, солай болу керек. Олар реніш болып қатып қалуы да мүмкін ғой. Үнін шығармай тастады. Енді бұл отбасы болып балалары дүниеге келген кезде ана үнді шығару керек қой. Қалай шығарады?
баласын айтпайды ғой, ойбой мені ертең анау мен ата анам мені басқа біреуге беріп жіберген, үйткен бүйткен. Жоқ, оны айтуға да намыстанады ол. Ана туыстарыма деген ренжітті баласын айта алмайды. Неге мені беріп жүр? Оған басқа оның бауырлары кінәлі емес қой. Беттен алатын ата анасы кетіп қалуы мүмкін өмірде. Сонда мынау кезінде сол отбасында жаңағы әкенің үні шықпай қалды. Осы үнді ол жаңағы агрессиямен жаңағы әйелінен, жақын әйелінен алып отырды, көрдің бе? Мінекей осы жерде жаңа күнде кикілжің туындайды. Ал кикілжің туындаған отбасынан жақсы бала мектепке ешқашан келмейді. Өлім жүкілмен, то есть сабақты да түсінбейді. Сонда менің айтайын дегенім, жаңағы екеуі де екі жақтың. Немесе шешесінде сондай жағдай болуы мүмкін, басқа отбасына тәрбиеленіп келіп, ашуын кімнен аларын білмей, жаңағы күйеуімен жаңағындай үнемі өзінікін дәлелдегісі келіп тұрады. Мен айттым, бітті. Өйткені кезінде оның дауысы шықпады, то есть дауысы шықпады, басқа отбасына тәрбиеленді, оның дауысы шықпады, айта алмады, үні шықпады, то есть үні шықпады. А енді үн шығаратын кез келді. Көрдіңіз бе? Агрессия түбінде беріледі, ол балаға өзінің теріс ықпалын тигізеді. Енді жеке пікірім, ана ретінде болсын, маман ретінде болсын, жалпы менің ойымша мектеп бұл білім беретін орта. Басымдықта соған бағытталу керек сияқты. Ал енді қазір өзіміз қарап бақылап отырсақ, ұстаздар баланың тәрбиесімен көбірек айналысады. Жаңа сіздің айтып отқан әңгімеңізден де соны мен байқадым. Сол дұрыс па? Мектепке бала тәрбиені отбасынан алып келу керек та, мектептен білім алу керек деп мен ойлаймын, жеке пікірім. Әрине, өте дұрыс сөйлейсіз. Жалпы былай ғой, құрал деген дүние бар. Құрал, мынау біздің қазіргі логотерапия болсын, үлкен ғалымдар бала тәрбиесін қозғаған кезде айтады. Құралды мектеп береді. Ағылшын тілін үйрете ма, математика, ғылым, жоба, олимпиада, бұның барлығын мектеп береді. Екінші бір керемет дүние, біз қазір мынау тәрбие саласына да осы 5-6 жылдың ғана жүзі болды, өкінішке орай. Құндылық деген дүниені кіргізуіміз. Құндылықты отбасында ата-ана береді. Қарапайым мысал, балаға мен нем айтам келген ата-анаға, кітап оқытыңыз, ертегі оқып беріңіз. Өздеріңіз қарасаңыздар, мысалы мынау атақты адамдар бар ғой, Бауыржан Момышұлы болсын, Шәмші Қалдаяқов болсын, Абайды алайықшы. Абай жолында айтады, қыстың ұзақ күндерінде, күн боран кезде әжеміздің ертегілерін естіп өстік деп отырады. Мінекей әжелерінің ертегісін, қисса дастандарын естіп өскен адамдар жаман болған жоқ олар. Олардың армандары асқақ болды. Біз бала кезімізде мысалы қисса жыр дастандарын әжелеріміз оқып беріп отыратынбыз. Құндылық толды, өзінің айтар ойы болды. Мысалы мынау орыстың өз заманындағы ғұлама жазушысы Лев Толстой өзінің немересінен сұрапты, өскенде кім боласың деп. Сол немересі айтыпты, сіз сияқты жазушы болам дегенде Лев Толстой айтқан екен, сен онда алысқа бармайсың деп. Сен шаппайсың алысқа, сен орта жолда қалып қоясың. Мен сендей кезінде Құдай болуды армандағанмын депті. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы Құдай болуды ол қаршадай бала қайдан армандап жатыр? Құндылық, ертегі оқып беріп жатыр. Мінекей. Ертегіні естіп өскен баланың зейіні ашық болады. Зейіні ашылған бала математик болады. Міндетті түрде. Баланың айтар ойы да болады. Осының барлық дүниелерді. Қазір біздің балаларымыз робот болып кетті. Есеп шығарған кезде де, даже сөз есептердің өздерінде, балалар сөз есеп болады ғой. Сонда жаңағы сөз есептерді шығарып жатады. Не шығарып жатқанын білмейді. Цифраларды қосып жатыр, алып жатыр, қосып жатыр, бітті. Біз қазір балаға ренжиміз, есте сақтау қабілеті ештемесі жоқ. Поколение альфа дейді ғой қазір балаларды. Қазір балаға бар, кітап беріңізші, мынаны оқы. Бала оқымайды, балаға айтыңыз керек. Бірінші беттен 7-ші бетке дейін оқы. Бітті. Сондай тапсырма бердім, бала соны оқыды. Үйді жина деп айтшы. Қай жер деп сұрайды, 100 квадрат метр барса. Нақты солай беруім керек. Сондықтан да мынау балаға алыстап кетпейін енді әңгімеден. Ол құндылық деген міндетті түрде ол ата-ана береді. Адамды жақсы көру, достық қарым-қатынас, жауапкершілік, үлкенді сыйлау, үлкеннің алдынан басып өтпеу деген сияқты. Ол жаңағы оны не арқылы беріледі?
ертегі арқылы. Құр ақыл айта берудің қажеті жоқ, ол бала оны қабылдамайды да қазір. Ешқандай қабылдамайды. Сондықтан да осы ертегілер оқып беру арқылы, кітап оқып беру арқылы осы құндылықтарды баланың бойына беру керек. Отбасынан, то есть алып келеді осының барлығын. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, құр ақыл айта берудің керегі жоқ, бала оны қабылдамайды. Бала негізі айтқанды емес, көргенін істейді деп жатады. Сонда ата-анадан көргенін істейді деп тұрсыз ғой. Мысалы, ата-ана кітап оқыса, қолына кітап ұстаса, бала да ұстайды. Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Бір сіздің жазған дүниелеріңізді мен оқыдым. Сонда сіз айтып жазыпсыз, мынау қазақтың дана сөзі бар ғой, ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп жазып. Іледі. Осыны ары қарай тарқатыпсыз. Не айтса, не естісе деп тұрған жоқ, не көрсе деп тұр. То есть көзбен көру арқылы түйсігіне сіңірді. Қарапайым мысал, дастархан басында отырып алып, болмайтын бір әңгімелерді айтып, немесе айтып отырса, ойбай, ертең кредиттің уақыты келіп қалды, кімнен қарызға ақша сұраймын, кімнен ақша сұраймын ақшаны, сен сұрашы осы жол деп отырсаңыз, өмір бойы өзінің жаңағы керек жарағын кредит алу арқылы кредитке тәуел болып қалатын бала дүниеге келеді. Тағы да енді мен мынау тәжірибелерін, мынау ата-аналар келеді ғой, сол кейстер арқылы берейін. Бірде мектепте бір қыз жаңағындай алып келді, үйінен кетіп қала берді, қашып кетті. Түнгі сағат 12-де кетіп қалыпты бір күн. Психологтармен алып келіп отыр, баланың қолында жабылып қалған. Айтып жатыр, мамаңды құшақташы, енді біз бір сағаттай сөйлестірдік, жаңа бірдемені түсінгендей болды, құшақташы. Мен айтамын, құшақтайын деп тұрған баланың түрі емес. Мен айтамын, неге құшақтатасыз? Ол бала жабылып тұр ғой. Не болды сізге? Анасын айтып жатырмын. Да, біз екеуміз, әкесі, папа толық отбасыдар ма? Жоқ, ол әкесі баяғыда 2 жасында тастап кеткен бізді. Олар вообще көмектеспейді, олар оңбаған, сондай бастады. Ана қыз одан сайын осы ызаланып жылайын деп тұр. Сосын айтады, неге үйден кетіп қалдың? Өйткені мен тұрмысқа шықтым, қызыма ол ұнамайды. Анау қыз айтады, ол маған ұрсады дейді. Диванға жатып алады, ан жер жина, мын жер жина деп айтады. Деп жаңа қыз өзінің несін айтып жатыр. Соны бір күн түнде алғанда кетіп қалған. Сосын баланы шығарып жібердім да, ана ата-анаға айтып жатырмын, әйел адамға. Сіз сатқынсыз дедім, біріншіден. Неге? Өмір бойы баланың туған әкесін жамандап келдіңіз да, еркек атаулыға қарсы қарап қойдыңыз да, еркек атаулының жаман екенін сіздің сөздеріңіз арқылы көріп өсті бала. Келдіңіз де, бала осыншама өтпелі кезең келгенде тұрмысқа шығып алдыңыз, еще күйеуіңіз жатып алып, балаға ананы істе, мынаны істе деп жатады деп. Сіз сатқын болып тұрсыз ғой, өзіңіз туған әкесін жамандап, өзіңіз күйеуі. Жарайды, оның да құқығы бар тұрмысқа шығуға. Бірақ енді осының барлығын балаға ақырын түсіндіру керек қой. Әкесін жамандамау керек, о бастан. Дүниеге әкелді ғой ол, әкесін жамандамау керек, о бастан. Көрдіңіз бе? Ертең ол қыз одан әрі қарай дедім, бұл әрі басы ертеңгі күнде тұрмысқа шыққан кезде одан күйеуін сыйлайды, қыз шықпайды. Керісінше баласын құшақтап, өзіңізге қайтып келеді, өмір бойы жиендеріңізді бағып отыратын осындай қыз тәрбиелеп жатырсыз. Осы бастан мінекей баланы жаңа естуіңіз керек. Баланың айтайын деп отқан дүниесін өзіңізді жаңағындай келісіп, сондай жағдайда істеу керек деп. Сондай ойымды айтып жатырмын. Сондықтан да ол баланы біз естуіміз керек. Гүлшат қыз, жаңа сіздің әңгімелеріңізді естіп отырып, менің өзімде мынандай ой туындап отыр да. Жаңа отбасында, тіпті мынау дастархан басында жиналған кезде де айтылатын, әкесі мен шешесінің арасында айтылатын әңгімелер тіпті арзан күлкі, не болмаса жаңағы біреуді күндеу, біреуді жамандау емес, ауқымды тақырыптар, бір қоғамдық мәселелер көтеріліп, сол туралы бағыт-бағдар беріп отырса, ертең сондай балалардан мынау қоғамда ол балалар жеке тұлға ретінде қалыптасып, ауқымды қоғамдық мәселелерді шешетін тұлғалар қалыптасуы мүмкін. Ал егер де жаңағыдай арзан әңгіме ғана айтылатын болса, ол бала да ертең отбасы ошаққасынан шыға алмай қалуы мүмкін ғой сонда. Әрине. Сондықтан да жаңа құндылық арқылы балаға осы көргенін істейді десе, соған біз жаңағы негізгі ұйытқы болуымыз керек. Сіз күткеннен де мүлдем басқа бір нәтиже, жетістікке жеткен оқушылар болды ма тәжірибеңізде? Әрине, ол баладан біз көп нәрсені күтеміз, осы бала осы жағынан жақсы, ғылыми жобаларға қарай, тіпті ол бала біз күтпеген басқа жақтан шығуы мүмкін, баланың потенциалы ашылған кезде. Тіпті бір балалардан ештеңе күтпейсің да,
бір бұзық балалар болады ғой. Иә. Бұзық балалар болады. Ой, қойшы, осы әйтеуір. Даже әке-шешесі айтады, өзі 3-ке бітірсе де мектепті бітірсе болды. Осындай балалар дейді. Балаға біз мүмкіндік беруіміз керек. Әр баланың ішінде стержень бар. Мысалы, жаңа сіз жақсы сұрақ қойып отырсыз, сіз күтпеген жаңағындай нәтиже көрсету мүмкін бе бала деп. Ол мен дегеннің артында мұғалімдер жатыр ғой, педагог қауым тұр да. Тағы бір кейс арқылы жауап берейін осыған. Осыдан 7-8 жыл бұрын, өтіп кеткен шығар, 7-8 жыл бұрын деп айтайын, мектепте бір гиперактивный оқушы болды. 8-ші класста. Папасы ерте кезде бала дүниеге келердің алдында қайтыс болып кеткен да, бала ішінде қалған, анасының енді сол баланың жағдайын жасайын деп бірге білім берейін деп Астанаға алып келген. Таңертең кешке жұмыста, бірақ сабақ жаңа 3 деңгейінде оқыды бала. Бала енді былай шустрый, бұзық. Содан күндердің күнде сол оқушы сабақ басталған кезде 2 айдан кейін қалалық учетқа тіркеліп қалған белгілі болды ол баланың. Тәртіпсіздік бұзған екен қоғамдық орында. Содан оны қалалық учетқа есепке алып қойған екен. Содан анасы келді. Жалғыз балам бетіне қарап отырған. Мынау осы учеттан шығарудың жолын көрсетіңіздер. Ол одан сайын қазір бірдемені білдіру мүмкін, немесе ерегісіп кету мүмкін деген сияқты. Сол баланы бір күні мектепте жаңа парламентін сайлау керек болды. Ол кезде мектеп президенті деді. Мен айттым директорыма, давай осы баланы алып шығайық. Баладан көріп тұрмын. Балалардың сөйлесуі, мынау ұйымдастыруы барлығымен көріп тұрмын. Сосын айтты, енді ол президент болу үшін сабағын жақсы оқу керек бала. Қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысқан, сондай бір жобаларға олимпиадник сондай болу керек. Ол енді қалай болады екен деп мен айтам, давайте шығарып бір мүмкіндік беріп көрейік дедім балаға. Сосын айттым, сені президент сайлауына барып қатыс дедім, мектеп президентіне. Ол с меня президент, орыс класының бала, с меня президент, ол бірінші әрине штык қабылдап. Жоқ, шығады, сенің осы бар ғой, бір балаларды ұйымдастыруың, осының барлығы маған ұнайды, керемет. Енді ол балада анау әр жағында сұрақтар, мен қалалық есепте тұрмын ғой деген сияқты. Көрдіңіз ба? Мен айтам, енді өзіңді өзің дәлелде, сен өмір ол сенің учетқа тұрғанымен тоқтап қалған жоқ. Шама ойланып қалып, қатыс деді, давай көрейік деді. Сен балалардың бәрі жақсы көреді деп. Содан не керек? Ол президент болып сайланды. Сосын енді көрсету керек қой, дәлелдеу керек қой. Сол кезде мықты бір орыс тілден сабақ беретін апай бар еді, Мария Ивановна деген. Сол кісіге айттық біз. Сол мұғалім жақсы көреді өзі, сол бала орыс тілді пәнінде. Анау кісі, енді ол кісі балалардың бәрі жақсы көретін. Осы баланы енді сіз әрі қарай тәрбиелеп, оқытып, өз ықпалыңыз тигізіңізші. Осы сіздің пәніңізді жақсы көріп тұр, ол пән арқылы шығарайық әрі қарай. И балаға жоба берді. Сол бала, сол мынау Астана туралы, Астананың как раз бір 10 жылдығы ма екен, 15 жылдығы ма екен, сол жаңа Кореяға барып бәйтерек туралы жоба қорғап келді. Ол бала басқаша, уже басқаша. Өзгерді. Енді бізде жаңа әкелер кеңесі құрылған болатын сол жерде. Сол жерде үлкен мынау Украина жерінде перезахоронение дейді ғой. Әлия Молдағұлованың жатқан жерін тауып екен, басқа жерге сүйегін көму. Осындай үлкен команда құрылып жатқан екен, сол командаға қосып жіберейік дедік. Біздің әкелер кеңесімен бірге. Сосын қалай ертең оның анау сүйектерді көреді, баланың психологиясы қалай өзге, ондай да сұрақ болды. Сосын өзінен сұрап көріп едік, барам деп қорықпаймын деді. Барам, көрем деген олар. Бала өзіне сенімді болып келеді. Уже сеніп қалып, сүйек ұстамайды ғой, енді ондай жерге баланы кіргізбейді ғой, бірақ сол командан болған. Сол жақта бір 20 күндей болып, оған жаңағыдай медаль тағып берді. Көрдіңіз бе? Бұл тіпті балаға ешкім ойламаған жерден сол баланың мектеп президенті болып, мына жерде медаль тағып келеді деген анасының қуанғанын көрсеңіз. Мен біліп едім деп. Енді білген шығар ол кісіді. Сонда жаңа екі жақты біз балаға ықпал етіп жібердік. Кейін сол бала жаңа фильм түсірді өзіне, әкелердің өміріне қатысты. Өмірінде сонда әкенің жоқтығы да сол себеп болып, соны бала ешкіммен бөлісе алмай кезінде, бала кезінде басқаларға қызығып, біреуді жек көру процесі сондай болған шығар баланың бойында. Мінекей жақсы ықпал ету арқылы баланы қоғамның алдындағы белсенді оқушы етуіне біз өзіміздің ықпалымызды жасадық. Әр маман
тіпті күнделікті өмірде болсын өз тарапынан бір зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүреді ғой. Сіздер мысалы ұстаз болсаңыз да психолог ретінде, жалпы мен ойлаймын, әрбір ұстаз ол психолог баламен жұмыс істегеннен кейін. Өздеріңіз де анализ жасап, талдап, жаңағы солай жұмыс жасап жүресіздер. Мен осы нумерологиямен айналысқаннан бері үнемі бір анализ жасап жүргенмін. Мысалы, менің егіз ұлдарым 25 күні туған, олар қазір музыкалық колледжде оқиды. Жалпы осы 3 күні, 25 күні туған балалардың фундаменті осы шығармашылықпен қалану керек. 17 күні туған балалар, олардың бойында өнер бар. Олар нағыз бір өнер бар. Оны бірақ аша білу керек. Балалық шақ фундамент, іргетас деп отырғаным сол. Үйдің іргетасы мықты болса, өте биік зәулім үйді салып тастауға болады. Сонда менің жаңағы талдаған анализ жасауымда ұлдарымның өзі таң қалды да, олардың курстағы көп балалар 3-і, 25-і, 17-сі күні туылған. Ұлдарым таң қалды, ал мен нумерологияның жұмыс істейтін құрал екеніне көзім жетті. Сіз балаларды қалай байқайсыз? Қалай байқап қалдыңыз, ол баланың ішінде бір сондай потенциал жатқан, немесе бір баланың ішінде бір бойында көшбасшылық дарын бар екенін, бір балада шығармашылық жатқан, ұстаз қалай байқайды? 25 бала дейікші, бір сыныпта отырған 25 баланың, бәрін бірден байқау мүмкін емес. Өзі бір ерекшеленетін балалар болады. Осы мен деп тұрған бала емес, мен деген бала ол өзін өзі көрсетеді, дәлелдейді, ойындағысын ашық айтады. Бағанағы басындағы сұраққа қайтып келе жатырмыз, тұйықталып отыратын балалар бар. Сен тимесең, мен тиме. Бірақ қабілетті. Қабілетті. Үндемей отырып есептің барлығын шығарып тастайды. Үндемей отырып эссесін бәрін жазып тастайды. Сондай балаларды ашуға болады ма? Тіпті ол бала айтпайды. Мен болдым деп те айтпайды. Ойды сен түсінесің, что дәптерін жауып қойғаннан кейін ол ешкімге кедергісін жасамай, спокойно, бірақ ешкімді ренжіп отырған жоқ. Даже біліп отырасың, керемет дүние жазған, эссе жазған. Оны ата-ана байқауы мүмкін. Қанағат белгісі көріп отырған баланы байқайсың. Келесі күні сон балаларға айтасың, оқыған кезде талдайсың ғой. Қандай керемет, оқып берейін ба балаларға? Керек жоқ дейді. Керек жоқ. Жарайды, бір күні оқырмыз. Бұл сонда ұялшақтық па, ұяңдық па, не? Мінезден де болуы мүмкін бір жағынан да. Екінші жағынан ол мінезді ашуға болады ғой. Мінездің санкырын ашуға болады. Мінезді өзгермелі ғой неше жерден. Темперамент жағынан да болуы мүмкін. Ол мінезді өзгертуге болады. Мықты жаңағындай педагог жаңағындай көп тәжірибелі маман болатын болса, оны да ашуға болады бірте-бірте. Сосын бала сену арқылы, бала өзінің қоғамдағы орнының бар екенін көрсетеді. Бір күні ол балада ашылуы мүмкін. Тұйық баланың өзі ашылуы мүмкін. Сондықтан да біз оған ата-ана арқылы мүмкіндік беріп отыруымыз керек. Ата-анаға айтып отыруымыз керек. Осыны ашайық, бірге ашайық баланы деген сияқты. Менің бір айтқаным бар еді Инстаграмда. Бір баланы еркіндік өсіреді, бір баланы еркіндік өшіреді дейді. Соны айтайын деп отырсыз ғой, сіз? Иә, еркіндікпен. Еркіндік деген өзінде, еркіндік деген сөздің астарында мынандай бір дүние қазір маған туындап кетті. Балаға біз еркіндік беріп қоямыз қазір көбіне, еркіндік, еркін. Сосын келеміз айтамыз бала шамалы өскеннен кейін. Мен саған бәрін бердім ғой. Астанаға не үшін көшіп келіп отырмыз? Не үшін? Осы білім алсын. Не сұрадық, бәрін бердік қой. Не кием демедің, не ішем демедің. Еркіндіктің бәрін бердік. Неге сен тыңдамай кеттің, басқа шығып кеттің ғой, деп өзім сұрақ қойып отырамыз. Біз бір нәрсені ұмыттық. Еркіндікпен бірге балаға жауапкершілік деген құндылық қоса берілу керек. Жауапкершілік деген ақшаны қолына бердің ба, байқап жұмса балам. Ертеңгі шараңа да жұмса. Не нәрсеге жұмсадың, жазып қой ана жерге. Әр нәрсенің өзінің сұрауы бар. Қымбат айфон алып бердің ба? Жауапкершілікті қара. Мынау жаңағындай интернеттен жұмыс жасайсың ба, жоқ әлде осы жауапкершілікті қоса беріп қою керек оған. Контент түсіресің ба, өзіңе керекті дүниелерді ал, оқы, аудио кітаптарды оқы, сосын менімен бірге бөле сонымен деп. Көрдіңіз бе? Жауапкершілікті бермейміз, еркіндікті қолына ұстаттық, таң қаламыз, мынау бізді неге тыңдамайды деп. Бәрін беріп жатырық қой мынаған. Жоқ,
сіз жауапкершілік деген құндылықты балаға берген жоқсыз. Мінекей осы нәрсе болу керек. Сіздің айтқандарыңыздан ой туындай береді екен. Мен де мысалы өзімді анамын ғой, балаларыма айтамын, жаңағыдай қымбат телефон, жаңа қазір сұрайды ғой. Сонда мен сұрақ қоямын, не үшін, не мақсатпен? Сен ол айфонмен жұмыс істейсің ба? Сенің бір өзіңнің дамуыңа қажет па деген. Солай жауабын күтем олардың айтқанын. Ал енді ол айфонды алып, тек қана жаңа тиктокта, инстаграмда мен айтамын, ол арзан телефонмен де отыра беруге болады ғой. Ал егер қымбат телефонды алдың ба, бір мақсат болу керек деген сияқты, иә? Мынау тағы да бір осындай сұрақ келуі мүмкін. Мысалы, мен қарапайым ұстаздым, мұғалім. Мен мұғалім болғаннан кейін, енді қаласам да, қаламасам да уже мен психологпын. Кәсіби психолог емес, енді қолымда дипломы бар кәсіби. Бірақ ата-анамен әртүрлі балалармен жұмыс жасағаннан кейін, олардың жаңағы мінез құлқын білгеннен кейін, мінез құлқ деген жерде әрі қарай өзің психолог уже баланы меңгеріп аласың қай жағынан. Сонда кейде мен білмейтін сұрақтарды қойып қалу мүмкін, ата-анаға. Сонда менің өзімді оның құралдарын іздей бастаймын, мысалы, осы сұраққа жауап беру үшін, немесе бойымда жатқан дүниелерді көрсету үшін мен қайда жүгінуім керек, не істеуім керек деген сияқты. Психологқа жүгінуім мүмкін, менің өзіме, психотерапевтке жүгінуім мүмкін. Осындай жағдай болып жатыр. Осы қалай болады деген сияқты. 2019 жылы мен өзіме психолог іздедім. Маған қатысты және балама қатысты. Түсіндім маған. Керек екен, психолог керек екен, мен түсіндім. Facebook желісі арқылы шықтым. Кәсіби психолог маған керек еді деген. Сосын бір ата-анам жазыпты маған жеке, Гүлшат Заитовна, бұл енді карантиннің басталып жатқан тұсы. Керемет бір психолог болған. Біз отбасымызбен барғанымыз кезінде қазір Швейцарияға көшіп кетті деді. Онлайн қабылдай алады сізді, жұмыс жасап көресіз бе деп. Мен сол онлайн арқылы шықтым. Өзім басында қабылдаған жоқпын. Онлайн қалай болады екен? Бетпе-бет отырып ішкі дүниеңді айтқаннан, көрі экранға қарап бүйтіп отырғаннан боламын. Ол кісінің кәсібилігі сонша экран арқылы да көмек алуға болады екен. Бірінші балаңызбен емес, бірінші өзіңізді жөндеңіз деді. Өзіңіздің ойыңызды жөндеңіз. Керек жоқ. Сіз қазір манипуляция жасаған сияқты баланы отырғызып қойып, ана айтты, психолог бүйтіп айтты ғой деп отырсыз ғой. Жоқ. Сіздің өзіңізге көп уақыт керек болады бірінші. Содан кейін барып балаңызбен жұмыс жасаймыз. Түсіндіңіз бе? Сонда біз дұрыс бала тәрбиелейміз десек, бірінші өзімізді өңдеп өткізуіміз керек. Қай жағынан болмасын. Сосын барып баламен. Сонда айтайын деп отырған мен жаңағы психологқа жүгінуім мүмкін. Ата-ана, тек қана барып мұғалімге барып, осы балаға не болды, не жағдай болып жатыр, айтыңызшы, әлде сіз бірдеме істеп жатсыз ба деген сияқты. Оның да жауабын алар, біз өз тарапымыздан жауабымызды береміз, ұстаздық ретінде береміз. Психологқа барса, психолог өзінің кәсіби баланың жаңағындай, осы жерде осындай реніші бар, сурет салу арқылы болса, осылай жұмыс жасаңыз деп. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, нумерология дегенде ол үлкен бір ғылым ғой. Оған да жүгінуге. Ол деген сөз, мысалы, бұл жерде де енді қарау керек. Мен өзім де оның пайдасын көрдім, мысалы, нумерология балам арқылы, ол шығармашылықтың баласы екен. Нумерология дегенде ол бір құрал балаға беріп отырған. Жаңа мен айтып отырмын, құрал. Ағылшын тілін оқыту, олимпиадаға дайындау, математикадан есеп шығарту, эссе жазғызу. Бұл нумерология дегенде ол құрал. Көрдіңіз бе? Сонда ата-ана барынша жан-жақты осының барлығын пайдаланып, кейде өз баласын өзі түсініп отырып, осы бала қызық деп. Түсінбеймін осы баланы. Бірінші кезекте балаңызды тану үшін құрал ретінде пайдалануға болады. Сосын бала да түсінбейді өз-өзін. Неге? Потому что бізге балаға ең бірінші баланың денсаулығына мән береміз. Соған барымыз саламыз. Тамағы тоқ, қарны тоқ, осының бәрін беріп жатыр, елден қалдырмай беріп жатырмыз. Сосын психологиялық кейде көмек беруіміз мүмкін. Балаға жаңағындай, ой, мен сені жақсы көремін, ой, керемет мотивация беру арқылы, жақсы ойлаймыз, ой, баламды күнде құшақтап жатырмын, осы жақсы көріп сүйіп жатырмын, сен үшін деп айтып жатырмын. Балаға бір нәрсе беруден кетеміз біз. Балаға құндылық деген рухани дүниені беруден кетеміз. Жаңа кітап оқу арқылы балаға құндылық дүниені. Бала өзі де түсінбейді, бойында құндылық жоқ екен. Балада бәрі бар. Бүкіл қазір заманауи стильдегі киім болсын, бәрі бар. Оқиым десе, оның әке-шешесін ол білет, шетелге де жіберетінін білет, қайда барса да білет. Ал шетелге жібердік делік, ол ертең ортасын таба алмайды.
адамдармен тіл табыса алмайды. Керемет оқуды бітіріп келген күннің өзінде елге оралып, мынау бір ортаға келеді ғой. Ол құр робот емес қой жұмыс істей беру. Адамдармен тіл табысу керек, тіл табыса алмайды. Баланың бойында рухани құндылық жоқ. Қарапайым рухани құндылық жоқ. Бір жерден оқып едім, бір үлкен кісі айтыпты, осы балама бәрін бердім деп. Математикама есептерді шығарттым, бүкіл ғылыми жобаларға қатысты, анау халықаралық деңгейдегі қатысты, шетелдің мынау деген үлкен университетіне түсірдім жалғыз баламды. Енді елге келді дейді баламда. Бір меңіреу сияқты дейді. Анау біреудің қайғысына жаңағы көңіл білдіру, немесе жаңағы бір туыстар келіп алыстан міне балаң келіп жатыр ғой деп келген кезде жанында отырып сұрау деген сияқты. Бір бала осылай бір жай толтырылмаған вакуум сияқты осылай болып қалған. Содан бір жақын туысымыз қайтыс болып, жақын аталары қайтқан, бір кісі қайтқан кезде бардық дейді. Енді қарап отырсам, даже көмек, адамдармен араласып көмектесіп те жатқан жоқ дейді. Құлағына наушник тығып алған, өзінің өмірі өзінде, ол мен баланы керемет қылып алып келдім ғой дейді. Иә, баланың бойында құндылық жоқ ешқандай. Сондықтан да ол құндылық деген не міндетті түрде болу керек. Ал мынау бала үні авторлық жобаңыздың болашақтағы жұмысы қалай дамытқыңыз келіп отыр? Бұл жалпы бірденен пайда болған жоба емес. Бұл бала үні жобасының қазір 7 жылға таяу мінекей. Осы енді іске асырып жатырмын қазір. Керек екен тәжірибе алу арқылы, тәжірибе алмасу арқылы өмірдегі болып жатқан дүниелердің барлығы осыған алып келіп отыр. Енді осы бала үні бұл ата-аналарға арналған және балаларға арналған, өзінің қоғамдағы ойын ашық айта алатын, сол арқылы ашық айтқан кезде ата-ана болып, біз болып, соған ықпал етіп, мінекей осындай үлкен ашық алаң болатын. Бұл жерде педагог ретінде мен ғана жұмыс жасамаймын, бұл жерде психологтар жұмыс жасайды, бұл жерде ақпараттандырушы информатиктер жұмыс жасайды қазір, және нумерология саласында да осыған енді құрал ретінде ғой, енді ол міндетті түрде керек. Егер осы бірге жұмыс жасайтын боламыз, біз қазір ата-аналар тарапынан сұраныс болса, сіз оны кіргізуге дайынсыз, ол мамандарды шақыруға, егер ата-аналар тарапынан да болып жатса. Өйткені мен өзім арқылы көріп отырмын ғой, тәжірибем арқылы. Осы психологтар, нумерологтардың бала тәрбиесіне ықпалын мен көріп отырмын, көремін. Содан кейін қазір мынау неше түрлі керемет дүниелер шығып жатыр ғой. Неге информатика, ақпарат саласы? Мынау балаға мамандық таңдаған кезде бала білмейді не таңдайтын. Даже 11-ші класста ол бала айтуы мүмкін, мама айтты дәрігер боласың деді, немесе жаңағы мен білмеймін дейді, ашық әлі таңдаған жоқпын дейді. Қай жерде бал жаңағы төмен, сол жерге баруы мүмкін. Өмірде өзінің мамандығын дұрыс таңдамаған бала ертең ол өмірде де өзінің жолын дұрыс таңдай алмай қалады. Өмірге деген қызығушылығы болмай қалады. Енді міне қазір керемет мынау технологиялардың арқасында қазір әртүрлі тесттер шығарып отыр. QR арқылы бала тест тапсырады да, и баланың 90% қандай мамандыққа икемді екенін көрсетіп береді. Ақпарат саласы бойынша. Біздің жаңағы жобамызда болашақта осындай ақпарат көздерінің өкілдері де болады. Мен ойлаймын, қазір бұл өте ауқымды, өзекті, бала тәрбиесіне бәріміз бірге атсалысуымыз қажет. Бүгінгі күнде осы бала үні жобамызды балаға да, ата-анаға да көмек болсын деген мақсатпен. Әрине. Кейде тіпті ата-ана сасқалақтап қалуы мүмкін. Бүкіл жағдайын бәрін жасап отырмын, мынаған не болып қалды. Түнгі сағат 1-де звондаған ата-ана да болды. Жалғыз басты ана екен. Мынау истерика болып жатыр, шошып кешіріңіз деп сізге тікелей звондағанына. Не дәрігерге звондай алмайды, ол бала ауру емес. Скорыйға, мысалы кез келген уақытта звондай береді ғой. Полицияға звондаса, әрі қарай өзінің жауапкершілікке тартылатынын біледі. Не жағдай болды? Бөлмесіне кірсем, әлі телефон ойнап жатыр. Алып қойып едім, қырғын басталды. Көрші жерден де ұялып баратырмын, қазір есікті қағуы мүмкін. Шыңғырып жатыр. Беріңіз дедім, қазір беріңіз. Қалай беремін? Бұл ұйықтамайды. Беріңіз, басқа ештеңе істей алмай тұрсыз, маған звондап тұрсыз ғой. Мен енді дәрігер емеспін. Мен жаңа полиция өкілі емеспін. Ол балаға қазір бар, хаттама толтырып қой дейтіндей. Мен қазір сізге бірақ нәрсені беріңіз дедім, қазір ашуым бассын. Ертеңіне шақырдым, келген жоқ. Енді сөйлесейік дедім, психологтарды айтып беріп отырмын қалай.
бала сабақ жақсы оқиды екен, бірақ жаңағы толық емес отбасы. Ата-анамен сөйлесейін дедім. Үшінші күн дегенде үлкен хат жазып жіберді маған. Сіз кешіріңіз, бір секундный не болды, қорқып кетіп сізге звондағаныма. Балам жақсы, қызым жақсы, тыңдайды, сабағын жақсы оқиды деп. Көрдіңіз ба, ойлап қалып, қазір жаңағы мен ата-аналық құқығыма нетті, маған нотация оқиды. Естественно, айтатын едім мен, ол бала қаншалық көңіл бөлушісіз. Сіз таңертең өзіңіз айтасыз, таңертең кешке жұмыстамын, түсте жүгіріп келіп, ана обедін беріп кетемін де ары қарай кетемін деп. Енді ол өзіне қажетті дүниені интернеттен іздемегенде қайдан іздейді? Ананы басып, соның барлығын, ақылдың бәрін содан алып отыр. Психолог болсын, мейлі ойым болсын, бала болғаннан ойнап кетеді ғой. Соны айтатынды ата-ана жақсы біліп тұр. Енді сасқалымнан жаңағы айтып жатыр, қызым жақсы, тыңдайды, күшті, анау деп айтып жатыр. Сондықтан да көп ата-аналар бала тәрбиесінде тығырыққа тіреліп қалады. Соның шығудың бір жолы баланы да сөйлету арқылы. Баланы күштеп сөйлете алмайсың. Баланың аузына сөз салып бермейсің қазір. Мынау мен бала үні жобасы басталайын деп жатады ғой, бір күн бұрын. Мен айтам, мына 4-ші класстан бір 4-5 бала алып келіңдер. Келсін балалар орта буыннан қатысқысы келетін, кім қатысқысы келеді? Жоғары класстардан. Сонда бір байқағаным бар ғой, ана бастауыштың балалары шамалы именіп кіреді кабинетке. Бүйтіп қарап, отыр. Жоғары класстың балалары бастары тікіста осы. Видимо, оларды жүрім ана жақтан алып келеді күштеп. Осы бір мына жерге отырайын ба, ана жерге отырайын ба, осы бүйтіп келеді. Ең қызығы, көп сөйлеспеймін мен олармен, бір 10-15 минут қана сұхбат түсіндірем ойымды айтыңдар. Анау кішкентай балалар қалай келді жан-жағына таңғалып солай шығады да, жоғарғы класстан бүйтіп келген балалар бар ғой, қыздар ұлдар жылап шығады. Даже ұлдар да жылап шығады. Мен айтам, үйдің үлкені болғанда, кішісі болғанда, сондай әртүрлі сендерге мүмкіндік беріліп тұр. Мүмкін бір реніш бар шығар мына жерде, шамалы ата-анаға айта алмай жүрген. Мүмкін сен айта алмайтын шығарсың, сені жақсы көрем деп. Жылайды балалар. Ана жоғары класты даже ұлдарда бір оқушы болды. Сосын айтты, мамасы басқа қалада бөлек тұрады екен. Мына жақта екінші мамасы жаңа әкесімен тұрады екен. Сонда айтып жатыр, әкем туралы айтайын дегенде. Тура енді жаңа бала үні жобасы болайын деп жатқан кезде айтты. Әкемді общий залға жинамаңыз, мен сөйлейтін жерде. Кабинетке жіберіңізші, жартысы кабинеттерде отыр ғой. Сол жаққа жіберіңізші, мен бәрібір ашып айта алмайды екен. Бірақ хатымды көрсеттім. Сол хатты оқып берудің бір мүмкіндігін жасаңызшы, просто деді. Мүмкіндігін жасап бермейді. Сонда балалар жылап шығады. Үлкен класстың балалары күліп кіреді да жылап шығады. Бала үні жаңа авторлық жобамызға басқа қалалардан ата-аналар қалай хабарласу жұмыс істеуіне болады? Онлайн. Енді біз қазір Instagram парақшасын аштық қой. Осы жерде өздерінің тікелей сұрақтарын қоюға болады, сол жерде. Тікелей жаңағы тікелей де шығуға болады, жекеге жазып шығуға болады, жаңағы тығырықтан шығудың жолы, мүмкін келем десе де есігіміз ашық, қай уақытта болмасын. Қаланың енді кез келген жерде кездесуге болады ғой, уақыт тауып демалыс уақыттарында. Астана қаласында. Да, Астана қаласында кез келген уақытта келіп ой бөлісіп, жаңағыдай көп ата-аналар өздерінің алғыстарын айтып кетіп жатады. Енді таптым, рахмет деп. Ана бір ата-ана айтады, оказывается, действительно қызыма көңіл бөлмеппін ғой дейді. Мынау бала үні бітті, мектептің светі сөнді, далаға шықтым, бәрі кетті, сол машинада отыра беріппін дейді. Ой, бір жыладым дейді сосын. Қызымды аяп кеттім дейді, 11 оқитын. Ой, мен жыладым дейді, жылап, көзім жасын бәрін сүртіп, торт сатып алып үйге бардым дейді, қызыма. Тортта келдім, шай ішіп, күнде әкелмей жүрген ана қызымды. Бірден кейде ата-аналарға айтам, баланы жақсы көру керек екен деп, осы уақытқа дейін құшақтамай келіп, бірден құшақтап алып баланы шошытып жібермеңіз сіз. Ол бала жақтырмайды оны, бала ол өтірік нәрсе, ол құр жасанды нәрсе болып кетеді ол. Бірте үйрету керек. Бірте үйрете берсең, ол өзі соны іздеп тұратын болып қалады ертең. Сосын оның махаббатын басқа біреуге беріп құшақтап жаңағындай. Балалар кейде бір-бірін құшақтап атады ғой, қатты құшақтап, сыртынан қарап кейде қуанып атам жаңағындай. Өзі құшақтау арқылы беріліп атқан. Сонда айтады, әкеп қойдым да шайды, немен тортты әкеп қойдым да, үнсізбіз дейді екеумізді. Енді қызымды айтатын сияқты, ішінен өзім әлі өтетін. Осыдан кейін барып, осы жобаға бармағанда торт әкелмейтін бедің деген сияқты, может, ойда отырма дейді ақырын-ақырын. Жалғастыра беру керек, мәселе тортта емес ол, жалғастыра беру керек. Балалардың айтатын ойы өте керемет. Сенің айтпай тұрған дүниеңді балалар айтып тұрады. Ал енді
кей ата-аналар жасырын қалғысы келеді, ашық өзінің кім екенін көрсеткісі келмейді. Сондай ата-аналар үшін бір сенім телефоны деген сияқты жұмыс бола ма баланы авторлық жобаңызда? Әрине, жеке телефонға да хабарласып солай келуге болады ғой, сөйлесуге болады ғой. Одан бар ғой, қазіргі қоғамда мынау ауруын жасырған өледі дейді ғой. Керек жоқ. Осы уақытқа дейін жаңағы ашық болу керек. Ол ашықты қылып келгенмен, ол баласын біз жан-жақты жұмыс істеп қанша жерден ашып берген күннің өзінде ол отбасына барады ғой. Қайтадан жабық. Наоборот, бала алдында отырып, әкесі де осы сұрақтың бала тәрбиесіндегі, мы упустили, жұмыста жүріппіз, осыны бірге баламызбен тыңдайық деп, әкесі, анасы бәрі бірге келіп отырса, сонда жұмыс жүреді. Атап, мына баланы сөйтіп беріңізші, сыртынан бала ашып беріңізші дегенмен бірде ғой ол. Ондай болмау керек, ашық түрде болу керек барлығы. Баламен бөлек, ата-анамен бөлек, әкемен бөлек, шешемен бөлек жұмыс істеу мүмкін емес. Барлығы ортақтаса отырып, сонда жемісін береді, сол жұмысын береді. И балада жаңағындай не өзін-өзі деген сенімділік келеді сол кезде. Жасырмай айтып отырса осылай, балада сенімділік болады. Ата-ана мен бала арасында сенімділік қалыптасады. Мінекей бір жақсы әдемі орта қалыптасады. Егер жаңағындай бізде әлі орталық ондай ештеме жоқ, алдағы уақыттарда енді көре жатармыз. Сондықтан да біздің басты мақсатымыз баланың мынау үнін естірту. Тыңдату емес, естірту. Тыңдау деген ол өте бөлек нәрсе. Сондықтан да мен айтамын, осы бала үні деп біз атап отырмыз. Ол өзінің жемісін береді, беріп те жатыр. Кейде балалар менен келіп сұрап жатады, қашан өтеді сіздің балаңыз? Мен қатысайыншы, мен айтатын ойым бар еді. Ол ойын күнде таңертеңнен кешке дейін ата-анасының үйінен шығып, соның үйден бір отбасынан келіп жатыр. Айтса қайда қалды? Көрдіңіз ба? Потому что ол біледі, оны естімейтін, баланың оны естімейтін. Көп жағдайда бар, жарайды, бар деп сұрақтарға жауап бермейді. Ал құрметті көрермендер, бүгін біз тек ұстаз немесе нумеролог ретінде, яғни маман ретінде ғана емес, бірінші кезекте өзіміз ана болғандықтан осы тұрғыдан да бала тәрбиесі жөніндегі біраз мәселеге сондай бір жанашырлықпен қарап, біраз ата-аналардың көкейінде жүрген сұрақтарды қозғадық деген ойдамын. Сіздерде егер сұрақтар қалып қойса, осы астына жазып кетіңіздер, не болмаса әлеуметтік желіде, яғни Instagram парақшаны белгілеп кетем, сол жерде жекеге сұрақтарыңызды жолдауға болады. Әрқайсымыз өз мамандығымыз тұрғысынан сіздерге міндетті түрде жауап беруге тырысамыз.